Hello guys, hello dear teachers. Сәлеметсіздер ме құрметті ұстаздар, құрметті достар. Бүгін сіздерге теңіз ішіндегі жануарларды, теңіздегі балықтарды ағылшын тілінде жеңіл оңай түрде суреттер арқылы, ойын арқылы жаттаудың бір тәсілін көрсететін боламын. Ол үшін өте қарапайым заттар қажет болады. Мысалы, мынадай алдымен файл, жай ғана клеенка алсаңыздар да болады, файл алсаңыздар болады, және оның бетіне фломастер, маркермен балықтардың суретін саласыздар, және ішіне кәдімгі қара қағазды кіргізетін боласыздар. Осылайша жасайсыздар. Сосын мына жоғары жағын біз қиып аламыз. Қиып аласыздар да, және осы қиып алған клеенкаға немесе файлды мынадай мысалы су асты сабмарин, су асты кемемізді жасаймыз. Бұны да қарапайым қағаздан салып және қарапайым түрде бұнды қиып аламыз. Өте оңай жасалуы. Және мысалы оқушыларға теңіздің ішіне бойлаймыз дейміз. Let's study the sea, world of the sea. Теңіз әлемін зерттеп көрейік деп айтсақ, мысалы, бұлайша біз көрсете аламыз. Біз мынадай кораблімізбен су астына бойлап, now you can see here a shark, мына жерде сіздер акула көріп тұрсыздар, жарықтың арқасында, мына түсірген жарықтың арқасында. A seahorse, you can see here an octopus, you can see here a jellyfish, you can see here a fish. Осылайша қарапайым түрде оқу құралын, дидактикалық оқу құралын әзірлей аласыздар. Бұны оқушыларыңызбен бірге жасасаңыздар да болады. Немесе, мысалы, бір сурет салып, мысалы, сіздер жаттап жатқан сөздердің біріне, мысалы, seahorse деген балықты жаттап жатырсыздар, атауын осыны суретке салып, мынау қандай балық деп бір оқушыларыңыз бір-бірінен сұрап, жаңағыдай өз білімдерін пысықтаса болады. Бұл пысықтау үшін де өте, сабақта пысықтауға да өте қызықты құралдардың бірі деп ойлаймын. Бүгінге осы. Сіздерде еңбектеріңізге сәттілік тілеймін. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. See you next time. Goodbye.